Құпия дос. Аян мен Айлин сиқырлы орманға тап болды. Бірге көрейік. Қош келдіңдер, орманның қонақтары. Қандай ғажап орман? Я, сиқырлы. Бұл сіздер Құпия досыңмен таныстың ба, Айлин? Не? Сонда сен жасырып жүрген құпия дос? Мысық па? сол құпия достарың сендерге шынымен көмек ме еді екен? Аян, біз қалай шығамыз? Ай, не істейміз? Аян, Тек бір-біріңе сеніңдер, сонда тығырықтан шығасыңдар. сен алтыннан қорқасың ба? Жоқ, неге қорқады екен? Аян, қарашы, түнгі орман сиқырланып жатыр. Я, Айлин, бұл сиқырлы түнгі орман өте әдемі. Ура! Біз жеңдік! Я, қара мысықты жеңеді! Айлин, қара, сенің шашың өзгерді. Шынайы ма? Жарайсыңдар! Бұл орманға келгендердің еш қайсысы өте алмаған сынақтарға дайынсыңдар ма? Қорықпаңдар балаларым. Мен сіздерге жол көрсетемін. Қандай жол көрсетесің? Батыл қадам жасасаң жол ашылады. Қорықпа, мен сенің жаныңдамын. Балалар, сендерді екі жол күтіп тұр. Қайсы жолды таңдамақпыз? Таңдау сендердікі, тағдырларыңды өздерің шешесіңдер. Аян, қарашы, екі жол, Қайсысын таңдаймыз? бірақ таңдауымыз керек. Қиын тапсырма болса ше, өте алмай қалсақ? Біз біргеміз, бәрін бірге жасаймыз. Аян, бір есікті таңдайық. Көк есік пе, қызыл ма? Менің жүрегім көк есікті таңдыр. Сәттілік сендерге. Жақсы, ашып көрейкі. Қарашы. Мен оятқан кім? Кешіріңіз, мырза. Оятайын деген ойымыз болған жоқ. Мені оятқан кім? Кешірім сұрадық қой. Мені оятқан кім? Аян мен Айлин енді не істер екен? Келесі бөлімде білетін боламыз.